Баршаға ассалаумағалейкум. Біз Ташкентке саяхатымыздың екінші бөлімін бастадық. Видеоны бастамай жатып алдыменен каналға тіркеліп, экранға жақсылап жайғасып алыңыздар. Және видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Осы арқылы сіздер бізге үлкен қолдау білдіре аласыздар. Ал енді кеттік. Алдарыңыздағы бұл Әмір Темір көшесі. Әмір Темір көшесі Әмір Темір саябағынан аяқталады. Және де бұл көшенің жанында Кеңес одағы заманында салынған Өзбекстан қонақ үйі орналасқан. Ал оның жанында Әмір Темір саябағы метросы мен Темуридтер тарихи мұражайы орналасқан. Ташкент қаласы ресми статистика бойынша 3 миллион халық өмір сүреді. Ал бейресми бұл қалада 5 миллион халық бар деп айтылады. Жер көлемі 435 шаршы шақырымды құрайды. Ал қаланың ұлттық құрамы 63% өзбек, 20% орыс, 2,1% қазақ, 1,2% тәжік, 4,5% татар, 2,2% кәріс, ал қалған 7% басқа ұлттар мекендейді. Діни ұстанымы бойынша 70% ислам дініне амал қылады, қалған 30% болса христиан дінін ұстанады. Мемлекеттік және де ресми тіл өзбек тілі. Ташкент телемұнарасы Ташкент қаласының Юнусабад ауданындағы Бадамзар метро станциясының жанында орналасқан телерадио хабарларын тарату мұнарасы. Биіктігі 375 метр. Айтпақшы, сіздерге осы жерде қысқаша мәлімет айта кетсек. Ташкент телемұнарасы мен Көктөбе телемұнарасын салыстыратын болсақ, Көктөбе телемұнарасы Ташкент телемұнарасынан 4 метрге кіші. Яғни Ташкент телемұнарасының биіктігі 375 метр, ал Алматыдағы Көктөбе телемұнарасының биіктігі 371 метр. Бұл орталық Азиядағы жұртшылық үшін ашық бақылау алаңы. Әлемдегі ең биік 12-ші теледидар мұнарасы. Әлемдегі ең биік 38-ші тәуелсіз құрылым. Өзбекстан сәулет және қала құрылысы ескерткіші. Телемұнара 1978 жылдан бастап 6 жыл ішінде салынды. 1985 жылы 15 қаңтарда қолданысқа енгізілді. Құрылыс уақыты 6 жыл. Пайдалануға берілген күні 1985 жыл 15 қаңтар. Телемұнара жасау материалы болат, толқын дәнекерленген, құрылымдылық қаттылық пен тұрақтылықты қамтамасыз ету әдістері. Әрқайсысының биіктігі 93 метр болатын 3 конустық тіреу аяқтары. Таратылатын хабарласаны 4. Кайнот айналымы 2 залды мейрамханасы, қызыл залды биіктігі 104 метр. Айналымы 2 залды Кайнот мейрамханасы, көк залдың биіктігі 98 метр. Дөңгелек бақылау алаңы биіктігі 94 метр. Ташкенттегі зілзала 26 сәуір 1966 жылы таңғы сағат 5:23-те Ташкентте жойқын жер сілкінісі болды. Қала орталығында тербелістер күші 8-9 балға жетті. Ең қатты сілкінген жердің аумағы 10 шаршы километрдей болды. 300 мың адам сол уақытта баспанасынан айырылды. Және де 1966 жылы Кеңес одағы уақытында Ташкентте қатты жер сілкінісі болған болса, соған қарсы Ташкентте 1978 жылы телемұнара құрылысы басталды. Ал ол құрылыс 1985 жылы 15 қаңтарда аяқталды. Және де бұл телемұнараның салыну мақсаты, салыну себебі, бұның жанында 3 аяғы бар. Бұл 3 аяғы не мақсатта құрылған? Ертең Құдай сақтасын, егер тағы да жер сілкінген жағдайда телемұнара ешқашан құламайды. Сол мақсатта телемұнара салынған. Және де сол мақсатта оның 3 аяғы бар. Ағыз Ташкент палауын татып көреміз. Кеттік көрейік. Бүгін байрам палау пішер, барша құттан сүйінсер. Бүгін байрам палау пішер, хамма құттан сүйінсер. Ассалаумағалейкум, баршаға.
Biz mine bugün Taşkent'temiz. Beşqazonga kelib, endi Beşqazon endi ko'pchilikka qiziq ishlar, biroq sonunda Beşqazonda qanday qilib surish kelib. Mana endi kerimli qanday hakamlardan gaz olishimiz. Kerim. Assalomualaikum, hurmatli qazoqlar, hurmatli vatandoshlar. Biz bugungi bilan Toshkentga o'z sayohatimizni boshladik. Biz birozdan beri o'zimizning YouTube kanalimizda sayohatchilik videolar solmadik. Mana biz endi sizlarga Toshkentlik video solmoqchimiz. Ya'ni biz 2024-yilning jaz oyining eng so'nggi oyida Toshkent turib sizlarga video kontent tayyorlab жатырмыз. Bizga birga bo'lib, like bosib bizni qo'llab ketingizlar. Toshkent metrosi. Ол 1977-жылы Toshkentda ашылды. Қазіргі уақытта 50 станция бар. Және де Toshkent метрополитені 4 линиядан құралады. Біріншісі Чыланзар жолы, екінші Өзбекстан жолы, үшінші Юнусабад жолы, төртінші Өзбекстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы жолы. Жұмыс уақыты барлық желілер таңғы 05:00-ден кеш сағат 12:00-ге дейін жұмыс жасайды. Метроның жүру бағасы, яғни ақысы 2000 сом, яғни 70-75 теңге. Өзбекстанның Әлішер Науаи атындағы ұлттық саябағында Magic City отбасылық ойын-сауық саябағы құрылды. 31 мамыр аз қамтылған отбасылардың, балалар үйінің және ғалымдардың отбасыларының балалар үшін өткізілді. Бірінші кезеңде әлемнің атақты астаналарының көшелеріне ұқсас көшелер, музыкалық су шашқыштар, тағы басқалар. Жаңартылған саябақтар мен жаңа жастар жаңарған Ташкентке қолайлы, деді қала әкімі Джахангир Ортикходжаев. Саябақтың жалпы ауданы 21 гектарды құрайды. Бірінші кезеңде 9 гектар жер пайдалануға берілді. Бұл ауданда дүкендер, мейрамханалар, кинотеатр және океанариуммен жабдықталған 27 нысан бар. Бақшаның ашылуында мушкетерлер. Жоба бірнеше кезеңде жүзеге асырылуда. 1 маусым балаларды қорғау күнінен бастап келесі бағыттар жұмыс істейді. Әлемнің әйгілі астаналарының бульварларына ұқсас көшелер. Ауданы 8500 шаршы метр музыкалық субұрқақ.
Нойшванштейн сарайының көшірмесі биіктігі 57 метр. Рим Колизейі мен 650 орындық Регистан алаңы көрінісі бар амфитеатр. Біз қайда кеп қалдық өзі? Біз расында да Корей Республикасы, оңтүстік Корей мемлекетінің астанасы Сеул қаласына кеп қалдық па? Жоқ, бұл жер басқа жер негізінде. Әрине әзіл достар, бұл жер Сеулман. Бұл Ташкент қаласында жаңадан ашылған сауда орталығы. Сеулман корей тілінен аударғанда Сеул қақпасы дегенді білдіреді. 3 деңгейлі жақсы ойластырылған сауда аймағы, ашық террасалар және кафе, мейрамхана, бөлшек сауда және басқа да бизнес түрлеріне арналған көп форматты үй-жайлар. Екі жағалауда орналасқан. Судың ең шетінде бұл жоба елордада бизнес пен демалысты ұйымдастыруға арналған көрнекті және көркем орынға айналуға арналған, жалпы ауданы 22.000 шаршы метрді құрайтын 241 коммерциялық үй-жай. Сеулман бұл меншік иесінің және көптеген келушілердің жайлылығын ескере отырып кеңістікті пайдаланудың сапалы жаңа форматы. Бұл өршіл жобаның құрылысы 2021 жыл басталды және қысқа уақыт ішінде Сеулман тартымды демалыс орны мен гастрономиялық орынға айналды. Және де 2023 жылы бұл жердің жағалаудың бірінші жағының ресми салтанатты түрде ашылуы болды және де сол уақыттан бастап бұл жер жұмыс істеуін бастады. Және де қысқа уақыт ішінде көрші мемлекеттерге, Қазақстанға, Қырғызстанға, Тәжікстанға танымал болды. Сеулманның негізін қалаушы, яғни архитекторлар, сәулетшілер Мұрат Кадир, сәулетші және LK Design ірі сәулеттік бюросының негізін қалаушы және Сеулман жобасының авторы. 여러분 안녕하세요. Ташкент 대신에요. Баршаға сәлем. Біз Ташкент қаласындамыз. Бұл Ташкент қаласының Сеулман деген кішігірім қалашығы. Бұл жер 2022 жылдан бастап іске қосты. 2023 жылдан бастап өз жұмысын бастады. Және де бұл жерде сіздер өте керемет атмосфера аласыздар келсеңіздер. Міндетті түрде келіңіздер. Бір керемет табиғат, керемет атмосфера бұл жер. Бұл жер сіздерге қандай атмосфера береді? Мысалы үшін жай судың жайында, мысалы төбеден келген кезде көпірдің төмен жағына қарасаңыз, сіздерге андай керемет атмосфера береді. Яғни төменге қарасаңыздар, ақпараттың суының жанында осындай кішігірім Сеулман деген кореялық қалашық. Яғни кішігірім, мысалы Корея телесериалдарындағы дорамаларға ұқсап кетеді.
Достар, біз Ташкент қаласындағы Достық саябағының ішіндегі Сеул саябағына келдік. Яғни сіздер бұл жердегі ежелгі Чосон мемлекетіне түсіп қалғандай болсыздар. Бұл Чумун ханзаданың саябағына келдік. Ал ендеше видеоны бізбен бірге тамашалаңыздар. Ал ендеше бізбен бірге кеттік. Ағайындар, біздің видеоны көріп өздері қалмадыңыздар ма? Жалпы біздің Ташкенттегі Достық саябағы деген жер бар. Сол саябақтың ішінде Сеул деген кішігірім саябақ бар. Біз қазір сол жерде тұрмыз. Ол жерде сіздер егер келетін болсаңыздар, осындай кішігірім өздеріңіз бір ежелгі бір Корейдің, мысалы, Чосон мемлекетіне, Чосон заманына түсіп қалғандай боласыздар. Сол заманда жүргендегі кішігірім сіздерге атмосфера сыйлайды. Өте керемет. Сол замандағы сол стильдегі андай кішігірім тапчандар. Енді біздің тілмен айтқан тапчан, олардың тілмен айтқанды білмеймін не екен. Бірақ осындай керемет атмосфера. Көріп, ләззат алыңыздар, өздеріңіз осы жерге келгендегі сезініңіздер, өздеріңізді. Ташкенттегі Сеул паркі, яғни Ташкенттегі Сеул паркінің құрылған уақыты, құрылыс басталған уақыты 13-12-2012, яғни 2012 жылдың 12 айының 13 күні басталған, және де сол күннен бастап 31-05-2014, яғни 2014 жылдың мамыр айының 31-ні жалғасын 2014 жылдың 31 мамыр күні осы жердің құрылысы аяқталған. Құрметті достар, сіздерге видео ұнаған болса, осы жерден Чумун ханзаданың сарайының видеосы аяқталды. Сіздер, егер видео сіздерге қатты ұнап жатқан болса, видеоны бөлісіп, таратып, каналға жазылып, бізді қолдауды ұмытып кетпеңіздер. Қазірше сіздермен 2 минутқа қош сау бол деп айтамын.
Dostlar, мына мен атында тұрған Ташкент қаласында орналасқан. Ташкент қаласы Чыланзар ауданы және 8-ші кварталда орналасқан Хасаният деген мешіт. Біз осы мешітті арнайы келіп видеоға түсіру үшін келдік. Бізбен бірге болыңыздар видеода. Сіздерге видеода мешіттің ішін көрсететін боламыз. Dostlar, biz мешітке кіріп шықтық. Енді мешітке кіріп шыққан кезде біз Алай деген базарға бармақшы едік, бірақ алдымыздан осындай өзбек ұлттық тағамдары деген кішкентай кафе шықты. Сол кафеден біз қазір 4 санты заказ бердік. Оны қазір біз сіздерге көрсетеміз. Бағасы 9.000 сомнан, яғни 350 теңгеден. Қазір мен сіздерге ішін көрсетемін. Ал бисмилlah. Өте керемет. Ішін көрінді. Осындай кішкене соустан құйып жібереміз. Сосын тағы да жейміз. Бисмилlah. Өте керемет. Егер де сіздер осы мешітке келетін болсаңыздар, жолдан өтсеңіздер, дәл осы кафеге тап боласыздар. Және де осы жерден келіп тамақтанып кетіңіздер. Dostlar, biz Tashkent City Mall'ın içindeyiz. Алдында да біз Ташкент туралы видео шығарған кезімізде біз бұл жерде түсірген болатынбыз. 2024 жылы наурыз айында түсірген болатынбыз. Ал енді біз бүгін 2024 жыл 19 тамыз күні тағы да осы жерге келдік. Біз қазір осы жердің ішін сіздерге көрсететін боламыз. Біз сізге алдында осы жердің ішін көрсеткенбіз, бірақ қазір ол кезде көп нәрселер ашылмаған. Қазір одан да көп нәрселер ашылған. Соларды бізбен бірге көріп шығатын боласыздар. Бірақ 2 минуттың ішінде. Одан кейін біз сыртқа шығып, сырт жақты көрсететін боламыз сіздерге. Hurmatli tomoshabinlar, bizning video sizlarga yoqyapti degan umiddamiz. Menga ishni o'zimga Toshkent shahri juda ham yoqdi. Ya'ni mana bu Toshkent City Mall'ning ichi juda ham kattakon, chiroyli va toza ekan. Menga ishni o'zimga juda ham yoqdi. Bu yer atmosferasi odamga shunaqa bir zavq bag'ishlaydi.
Bu yer Toshkent City Mall'ning yonidagi Yulduzlar muzeyi. Bu muzeyni ichiga kirish pulli. Ya'ni bu yer tekin emas. Bu muzeyni ichiga kirganimda juda ham hayron qoladigan darajada dunyoning eng mashhur odamlari to'plangan qo'g'irchoqdan yasalgan maketlarga duch keldik. Bu maketni qo'l bilan ushlab ko'rishga ruxsat bermas ekan. Потому что har bitta odam u maketni ushlayveradigan bo'lsa, u maketni buzib qo'yish ehtimoli bor. Shuning uchun biz faqatgina tomosha qildik. Hali hazır turda saat 27:30. Biz hazır geri satın aldık. Aybek'te yetişen stansiyona. Biz adamlar stansiyona varız. Çocuklar biz telefonlara açıp hava koyup sonra gitmiş koyuyorlar. Ona Ay dostlar, biz sәл кешіп қалыппыз. Неге дейсіздер ме? Мына жанымызда тұрған телемұнараға шыға алмай қалдық. Бұл таңғы 10-нан кеш сағат 8-ге дейін істейді. Ал біз кешкі уақытта шығамыз жоспарлаған еді, бірақ үлгере алмай қалыппыз. Әрине бұл өкінішті, бірақ біз бұнымен көңіл күй түсірмейміз. Біз бүгінгі күнде Ташкентнің жалпы 9 локациясын белгілеген едік. Сол жерлерге барамыз деп, бірақ biz сол локацияның 6-ауына барып 3-өне бара алмай қалдық. Әрине Ташкент үлкен қала, оның бәріне үлгеру мүмкін емес. Сондықтан да біз алдағы видеоларда біз Ташкент жайлы, Ташкентнің метросы жайлы арнайы бір видео түсіреміз. Одан кейін Ташкентнің арнайы мұражайлары жайлы, танымал мұражайлар жайлы біз арнайы тағы бір видео түсіретін боламыз. Жалпы Ташкенттегі Өзбекстанның бүкіл тарихы, жалпы Орта Азияның тарихы жайлы видеолар түсіретін боламыз, мұражай жайлы. Ал біз жалпы осымен Ташкентке шолуымыз аяқталды, достар. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Және де каналға міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басып, пікір қалдырып, және де осы видеоны бүкіл өздеріңіздің туысқандарыңызға таратып кетіңіздер. Және де біз сіздермен осы жерден қоштасамыз. Амандықта, саулықта жүздесейік. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Және де келесі видеоларда аманшылықта жүздесейік. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun.
as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shove